Мен Инноватив колледж мекемесінің экономикалық пәндер оқытушысы және директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Касимова Айжан Моведовна. Колледжде 2005 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Осы уақытқа дейін колледж студенттері мен оқытушыларымен әртүрлі форматта қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық іс-шаралар өткізіп және қатысып келеміз. Бұл біздің кәсіби өсіп шыңдалуымызға, әдістемелік жағынан өсуімізге, үнемі шығармашылық ізденісте болуымызға жағдай жасады. Биылғы оқу жылын біз елімізде қалыптасқан жағдайға байланысты қашықтықтан оқуды бастап отырмыз. Соған қарамастан, колледждің жинақталған бай тәжірибесі оқу процесін төмендетпестен студенттердің сапалы білім алу үшін барлық жағдай жасауда. Мен студенттерді қашықтықтан оқытудамын. Біз қашықтықтан оқудамыз. Вас приветствует Табулатова Айгуль Бекахметовна. Я преподаватель русского языка и литературы учреждения Инноватив колледж. В связи с пандемией дистанционное обучение в колледже проводится по платформе Параграф Блим. Свои онлайн-уроки я провожу через сервис Zoom, а офлайн задания размещаю на платформе. Как куратор права 32 я классные часы провожу онлайн. Это такие, как Конституция, будущее нашей страны. И еще классный час обсуждения послания президента Касым-Жомарта Токаева народу. Платформа Параграф Блим удобная, никаких нареканий. Студенты активно, хорошо работают. Саламатсыздар ма, ұстаздар, ата-аналар, Анил Алмасқызы. Танысқанымызға өте қуаныштымыз. Енді осыдан ары қарай осы індетке құтылып, бетпе-бет кездесуге жазсын. Сұрақтарыңыздың бәрі рахмет көп. Жақсы оқытамыз деген ойдамыз. Бәріміз бірге балаларымызды аман есен оқытып, білім алдырып шығарайық. Ұстаздар, сіздерге де рахмет. Ассалаумағалейкум. Мен Инноватив колледжі оқу 32 тобының студенті Ернат Қанатбекұлымын. Қазіргі таңдағы әлемдегі және де Қазақстандағы пандемияға байланысты қашықтықта оқыту бағдарламасы бойынша оқудамын. Қазіргі таңдағы бізге ең тиімді тәсіл осы онлайн оқу режимі деп ойлаймын. Және де онлайн оқу мақсаты бойынша бізге ешқандай да қиындық соқтырмауда, керісінше өз пайдасын тигізуде. Өз уақытымызды үнемді пайдаланып, және де басқа да қызығушылықтарымызға көңіл бөлудеміз. Мұғалімдеріміз бізге тапсырманы жіберген сайын, біз жауабын жіберуге асығамыз. Қазіргі таңда қашықтықта оқытудың ең тиімдісі өз денсаулығымызды сақтап, және де осы кеселден тезірек құтылу үшін жақынымызға жанашыр болайық.